Сәлем достар, бүгін сіздерге дастарханның көркін ашатын өте тойымды, керемет салаттың рецептін ұсынатын боламын. Қабыл алыңыздар. Алдымен қажетті заттарды дайындап аламыз. Ол үшін бізге піскен ет, тұздалған қияр, сыр және жұмыртқа қажет. Алдымен етімізді ыдысымызға салып, үстіне майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Енді арнайы осындай формаға салып, жайғастырып шығамыз. Тегістеп, үстіне майонезді қосып, тағы да жағып шығамыз. Екінші кезекте қиярымызды саламыз, тағы да тегістеп, майонезді қосып шығамыз. Үшінші кезекте жұмыртқаны саламыз және формамызға тегістеп, үстіне тағы да майонезімізді қосып шығамыз. Сырды қосамыз, кішкене алып қаламыз, сөйтіп үстіне тағы да майонезді қосып, тегістеп шығамыз. Ең соңынан үстіне сырымызды себеміз де көк пиязымызды себеміз. Енді формамыздан аламыз, ақырындап қалағаныңызша сәндесеңіздер болады. Мен осылай тұздалған қияр қостым. Өте дәмді болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.